Сәлем, өмір тамаша арнасының құрметті көрермендері. Бүгінгі тақырыбымыз қарық жасау. Бақша ісімен алғаш айналысушылар үшін бұл таптырмас лайфхак. Себебі бұл да менің алғашқы қарық жасауым. Басында менің қарықтарым қисық болып қалды, сондықтан мен екі ағаш алып, қада алып, оны қарықтың екі басына отырғызып, ортасын жіппен байладым, және сол жіптің бойымен жүріп отырдым. Нәтижесінде осындай түп-түзу қарықтар пайда болды. Қарық жалпы көкөністің көптеген түрлерін отырғызуға арналған. Осы видео ұнаса лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар, және сіздердің бақшаларыңыздың жемісті болуын тілеймін. Және бұдан басқа қандай лайфхактар бар, сол жайында жаза отырсаңыздар өте қуанамын. Сау болыңыздар.